Папаның туған күніне Аюсайға келдік. Әдемі табиғатты көріп, көзіміз тоймай, мынандай Алланың нығметін көріп, шыршаларды көріп, және де оны Аюсай жаңағы демалыс орныма күшті ұйымдастырған екен. Судың көрінісі де, дауысы да адамды демалдырады екен. Бір керемет демалыс болды, сонда бір толқыныз күшті болды. Сосын осылай суретке түстік, осындай аю, негізі бұл жақта аюлар бар екен. Сол үшін бұларды Аюсай деп аталады екен бұл жер. Сол аюлардың мүсіндерін жасап қойған екен. Соған көп суретке түстік, бәріміз суретке түстік. Бәріміз келдік. Осы таза ауада, тәніңде, жаныңда, миыңда бәрі демалып қалды. Сосын осындай қолдар жасап қойған екен. Біз 2 жыл бұрын келгенде бұнда болмаған. Ана Wednesday деген кинодан алған сияқты, естіп қолдар жасап қойған екен. Әртүрлі. Соқа да балалар суретке түстік. Кішкентай балаларды көтеріп жүрдік. Коляскасыз. Сондай күшті күн болды. Папа мамаға рахмет. Осындай бізді демалсын, жаңа жерді көрсін деп күшті демалдырды. Папаның туған күнін осылай тойладық. Суретке түсіп, осындай кішкене бір 500 метрде жүріп, осындай сарқырама бар екен. Сол сарқырамаға бардық, көтерілдік. Ол жақта енді өте басқаша энергия екен. Кәдімгідей сарқыраманың өзінің бір кішігірім сарқырама болса да, бірақ күшті энергия аласың. Бір салқын су, таза мөлдір судан. Райка мен папа күшті суретке түсіп алыпты. Одан кейін ойнадық. Не болып кетті? Қайтадан. Өзен. Мама Алихан қараш кәдімгідей тауып тұр. Жүзу. Жүзу емес. Өзен. Тастар. Тыңда. Мұғалім. Мама, мұғалім. Апа. Мен ұйықтағанда. Ал, айта берінде. Балық. Итбалық. Ал, көрсет. Қыз. Қарттық. Адам ба? Микроб. Апа. Осындай тауларда негізі қазақтың жаны бар ма, ата тегі бар ма, тауда демалатын. Бұрын мама айтшы, тау мінезді болыңдар деп. Осындай күшті сурет бар екен. Нұрак екеуміз де өзенге түсіп алдық, суретке түсіп алдық. Сосын ол жақтан қайтып бара жатқан кезде осындай көріністе бар екен. Осындай фотозона бар екен, өзі суретке түсуге арналған жер бар екен. Сол жақта да күшті қылып суретке түсіп алдық бәріміз. Бөлініп, атасы немерелермен жания болып жетіп көп суретке түстік. Былай қарап, табиғатты тамсанып, жеке түстік, отбасымызбен түстік. Сарқырамада да солай түсіп алдық. Бала шаға, өзіміз, жеке деп ойынның жалғасы.
Бет көрсетші ағашты. Шыбынды көрсетеді. Қалай көрсеттің шыбынды? Қайсы көрсет? Аха. Аяғыңа қолыңа атта артқа аяқтан деп етеді ол шыбын. Білесің ба? Давайте. Маған айнекін әдейі. Ал. Тастау. Ойбай. Баққа? Кел. Мамасына. Мама вообще түспекпін ғой. Атамен асаны түсіндір. Аха. Кішкентай мен түсіндір. Қалай түсіндір? Сосын керемет демалыстың соңында фиш фрайд деген жерге барып, өте дәмді балықтарды жеп, бүгінгі күнімізді аяқтадық.